Біздің денеміздегі артық су бүйрек шығаратын зәр түрінде сыртқа бөлінеді. Жасушадан бөлінген артық заттарды да бүйрек шығарып отырады. Одан басқа, олар біздің организмімізге керекті минералдың құрамын реттеп отырады. Мысалыға, судың минералды тұздары және тағы да басқалары. Адамнан басқа көптеген организмдердің нәруыздарын ыдыратады. Соның нәтижесінде денсаулыққа зиян азотты қалдықтар бөлінеді. Мысалы, балықтар аммиакты бірден еріп кеткен суға бөліп шығарады. Құстарда ол әлсіз қышқылданған тас пен бояуды ойып қорытып жіберетін зәрлі қышқыл ретінде бөлінеді. Адам сияқты сүтқоректілерде ол зәрдің құрамындағы несепнәр түрінде шығады. Бүйрек ағзадағы өте маңызды керек процестерді жүргізеді. Олар қанды тазалайды, ағзадағы тұздың мөлшері мен құрамын реттеп отырады және тағы да басқа минералдарды реттейді. Салмағы 150 грамм болса да, бұл кішкене ғана орган ағзадағы басты тазартушы фильтр құралы болып табылады. Адамда 2 жұп бүйрек бел бойында орналасқан. Бүйрек артериямен, веналармен және қуыққа зәрді жеткізетін зәр жолымен байланысқан. Бүйректің құрылысы өте күрделі, соның арқасында олар өте жақсы жұмыс атқарады. Бүйрек өте ұсақ, құрылымды, функционалды нефрон бөлшектерінен құралған. Бұл капиллярлы байланыстар артериялармен байланысқан. Бастапқы зәр кесеге ұқсас бояумен капсуласында қалыптасады. Әрбір бүйрек 1 миллион нефроннан тұрады. Олар бір-бірімен соншалықты жіңішке байланысқан, тіпті оларды толық ұзындығымен созса, 5000 қатар орналасқан көліктердің ұзындығындай болады. Нефрондар капиллярлы байланыстарға келген қанды тазалап отырады. Олар керекті заттардың қанда қалатын үлкен эритроциттер мен нәруыз плазмалеммаларынан басқа барлығын сіңіреді. Микроскопта бүйректің бөлігі осылай көрінеді. Сосын тазаланған сұйықтық қабырғалары глюкоза сияқты пайдалы заттарды сіңіретін жасушалардан тұратын труба тәрізді каналға келеді. Осыдан кейін ағза сұрыпталған қанды қайта айналымға жібереді. Кейбір заттар, мысалы, су мен минералды тұздар ағзаға тепе-теңдік болу үшін керекті көлемде ғана сіңіріледі. Зәр нәрімен сыртқа шығарған заттар құрамына кератин, зәр қышқылы, артық тұздар мен сулар кіреді. Бірақ кейбір дәрілер жай сіңіріледі, олар қайта қанға оралады. Сонымен қалған сұйықтық зәрге айналады. Сонда бүйректен шығатын сұйықтықта ағзаға түк қажеті жоқ артық заттар болады. Біздің бүйрек күніне 180 литр суға дейін тазалайды. Соның көбісі қайтадан артқа сіңіріледі. Тек 1,5 литр су зәр бөліп шығарады. Зәр жолы арқылы тамшыланған таза орналасқан қуыққа жүреді. Ол онда жиналып, кейін зәр шығаратын каналмен сыртқа бөлінеді. Бұл процесс үздіксіз жүріп отырады.
бүйрек ағзада барлық тепе-теңдікті ұстап отырады. Ол гипофиз бен бүйрек үсті бездерінен бөлінетін гормондар арқылы жұмыс істейді. Сондықтан бүйректің ағзадағы рөлі өте маңызды. Тамашалағандарыңызға көп рахмет.